Assalamu alaikum dostlar, қалайсыздар? Металлюс YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода темірге келген микросхема дейміз, плата дейміз. Соның ішіндегі айтқанда драгоценный металл дейді ғой. Құнды металдарға кішігірім шолу обзор жасайтын боламыз. Қарап отырсаңыздар достар, мына платаны қарасаңыздар, былай қарасаңыздар, негізі компьютердің платасына келеді, микросхемасына. Бірақ точно білмейміз не екенін. Мына бір несіне мән беріп қарайтын болсаңыздар, қараңыздар. Аны бүйтіп ашамыз, бетіндегісін аламыз. Мынаны қараңыздар достар. Өте бір қызық жағдай. Сарылардың бәрі бұл жаңағы позолоченный алтын дейді ғой. Құрамында алтын бар, темірлерінің бәрі. Бұны енді біз бұны негізі шығаратын болса, химиялық элементтердің қоспаларымен шығарады. Біз бірақ бұны үйтіп шығармаймыз. Үстіп алып, жинап, жаңағы перекупщиктер деп айтады ғой. Соларға бағасын келісіп сатып жібереміз. Көрдіңіздер ме достар, мынаның бәрі позолота, құрамында алтыны бар. Айтқанда драгоценный металл дейді ғой. Мынау да сондай, қараңыздар достар, көрдіңіздер ме? Бәрі сары драгоценный металл болып саналады негізінде. Мынау да сондай, екеуі бір-біріне ұқсайды, қараңыздар достар. Ол платада. Ода да сондай нәрсе бар. Көрдіңіздер ме достар? Салмағы да ауырлау. Үйлеріңізде болса, темірге өткізіп жіберуге асықпаңыздар. Мына бір темірді, мынау бір платаға мән беріп, осыдағы мынау қара тұрған микросхеманы мынандай немен, құралмен сындырып көрейік, ішінде не бар екенін көреміз достар. Мұны қараңыздар достар. Мынау да мұны көрдіңіздер ме? Сары. Бұл да драгоценный, яғни позолоченный алтын. Құрамында алтыны бар. Көрдіңіздер ме достар? Мынау бір неге қарасаңыздар, қарап отырсаңыздар, заводта пайдаланатын бір радиотехника ма, бір пишущий аппараттың ба бір құралы. Осы жерде мынандай қарасаңыздар, міне SP3 деген жазуы бар. Осы ненің ішінде құнды металл болады. Бұның ішінде бір алтын жоқ, бұның ішінде күміс болады. Мынаны қараңыздар достар, міне. Мынау да сондай не? Алтын аяқ дейді ғой міне. Мыналардың бәрі позолоченный алтындар ғой. Біз бұны жаңағы кейбір көрермендерімізде ұсын түсіп жатыр, қалай аласыңдар деп, біз бұны алмаймыз. Осы күйінде бағасына келісіп, сатып жібереміз алатын, осылармен айналысатын кісілерге. Видеоларымыз ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, ұсыныстарыңызды білдіріп отырыңыздар. Біздің YouTube арнамызға қосылмаған көрермендеріміз болса, арнамызға тіркеліп, осындай қызықты әрі пайдалы видеолар түсіріп отырамыз. Көрсетіп, мыналардың бәрін қарасаңыздар достар, осы біз темірдегі платалардың арасынан шығамыз бәрін. Мынау да мына көрдіңіздер ме? Позолота алтын құрамында бар. Құнды металл болып саналады бұл да. Достар, мыналардың іштерінде де бар алтындары. Одан кейін тағы бір айта кететін не? Мынандайлар да болады достар, мына
қарап отырсаңыздар, мына PP3 деген микросхема. Бұның ішінде жаңағы палладий деген темір болады құрамында. Видеомызды достарыңызбен, таныстарыңызға таратып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар достар.